Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді шыққан шарлотка печеньесін дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Шекер, тұз және 1 шай қасық корица саламыз. Bir жұмыртқамызды жарамыз және массамызды біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Астығымызды електен өткізіп, үстіне 1 қасық қопсытқыш салып араластырамыз. Астығымызды азаздан сала отырып, қамыр елейміз. Қамырымыз дайын, жұмсақ болды. Алмамызды жуып тазалап, ортасындағы дәндерін алып, көбейтіп турап шығамыз. Осы туралған алмаларды қамырымыздың үстіне салып, бәрін араластырып шығамыз қолымызбен. Қасықтың көмегімен қамырымызды алып, печеньенің формасын келтіреміз. Пергаментный бумагаға төсеп шығамыз. «180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын. Қараңыздар, қандай нәзік болып шыққан. Осы видео рецепт сіздерге пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.